Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Педагогикалық шеберлік негіздері пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысы. Сабақтың мақсаты: сынып жетекшісі ата-аналармен жүргізілетін жұмыстарының мазмұны және оның түрлерін түсіндіру, білімдерін тереңдету, міндеттері, білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуға көмектесетін тәсілдерді таңдау және қолдануды, оқу-тәрбие үрдісінде тиімді жұмыс формаларын қолдану, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға дағдыландыру. Василий Александрович Сухомлинский оқушылардың ата-аналарымен жұмыс істеудің маңызына ерекше назар аударып, тек ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақытты беруі мүмкін, дейді. Ата-аналар балаларды тәрбиелеу ісінде мектеппен қарым-қатынас, тікелей байланыс жасауды басты міндетіміз деп есептеуге тиіс. Өйткені олардың өз балаларын тәрбиелеудегі жетістіктері сынып, мектеп ұжымының оқу-тәрбие жұмысының нәтижесіне байланысты. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстың ерекшелігі екі жақты байланысы мен тұрақтылығынан көрінеді. Бұл тұрақтылықты ең алдымен сынып жетекшісі қамтамасыз етеді. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері. Біріншісі, ата-аналармен тұрақты байланыс орнату. Ондағы мақсат отбасы, оның мүшелерінің өзара қарым-қатынасы, мәдениет деңгейі, жанұяның жеке басқа ықпалы, ата-ананың педагогикалық білім дәрежесінің жай-күйі анықталып, оларды бала тәрбиесіне ортақтастыруды көздеу. Екінші міндет, отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету. Ондағы мақсат өмір сүріп отырған қоғамға сай белгілі бір мінез-құлық нормаларын балаға үйрету, жаттықтырудың жүйелілігін, тұрақтылығын қамтамасыз ету. Сол сыныптағы дәріс беретін мұғалімдерді ата-аналармен ортақ іске жұмылдыру. Үшінші міндет, ата-аналар ұжымын құру. Күрделі әрі жауапкершілігі мол, маңызды міндет. Бұл бағыт ата-аналар комитетін құру, оның жұмыс жоспарын құру, оларды мектептегі қоғамдық жұмысқа қатыстыру, атқарылатын істерге талдау жасап отыру, тағы басқа жұмыстарды міндеттейді. Төртінші міндет, ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру керек. Ол үшін ата-аналардың жаппай педагогикалық білім алуларын ұйымдастыру қажет. Бұл бағытқа баспасөз беттерінде, радио, көгілдір экран арқылы педагогикалық білімді жетілдіру жатады. Сынып жетекшісінің ата-аналармен атқаратын жұмыс түрлері. Біріншісі, ата-аналармен кездесу. Сынып жетекшілерінің, мұғалімдердің ата-аналармен жеке кездесу ол мектеп өмірінде дәстүрге айналған. Ата-аналармен әңгімелесу барысында баланың мінез-құлқы, ынтасы, қабілеті, қызығушылығы мен бейімділігі, оның жолдастарымен, отбасы мүшелерімен қарым-қатынасы жайлы түсінік алады. Екіншісі, ата-аналар жиналысы. Ата-аналар жиналысы мектеп бойынша жылына 2 рет, сыныптар бойынша 4 рет өткізіледі. Жиналысты дұрыс ұйымдастырып өткізуге ата-аналар комитеті мен ата-аналар белсенділері, мектеп басшылары және сынып жетекшілері бірдей жауап береді. Ата-аналар жиналысында оқу-тәрбие жұмысы қаралады, оның сапасын жақсартудың негізгі жолдары белгіленеді. Үшінші жұмыс түрі ата-аналар комитеті. Ата-аналар қауымының тұрақты органы ол ата-аналар комитеті. Ол мектеп ұжымымен бірге жұртшылықтың көмегін пайдалана отырып, оқу-тәрбие және шаруашылық жұмыстарын жақсартудың шараларын жасайды, оларды іске асырудың барлық мүмкіншіліктерін қарастырады. Ашық есік күндерін өткізу. Бұл дегеніміз ата-аналар белгілі бір күні белгіленіп, осы күні олар мектепке келіп, оқу-тәрбие мәселелері жайлы пікір алысады, қажетті педагогикалық кеңестер тыңдайды. Келесі жұмыс түрі ата-аналар университетін құру. Ата-аналар университетін құру ол ата-аналарға арналған жұртшылыққа жүйелі педагогикалық білім беретін ата-аналар университеттері және халық университеттерінің жанынан педагогикалық факультеттер ұйымдастырылады.
Келесі ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлері ол лекторийлер, дәрістер, конференциялар. Педагогикалық психологиялық тақырыптарға сай ата-аналарға түрлі әңгімелер және дәрістер өткізіледі. Отбасы тәрбиесінің басты мәселелері жайлы пікір алысу негізінде параллельді сыныптар оқушыларының ата-аналарымен конференциялар өткізіледі. Ал ата-аналарға арналған лекторийлер ол балалардың жұмысы 1 немесе 2 жылға жоспарланып, онда арнаулы бағдарлама бойынша ата-аналар үшін дәрістер оқытылады. Енді жеткілікті теориялық білімдер алдық деп ойлаймын. Соған байланысты өзіндік тапсырмалар, сұрақтар қою стратегиясы. Бірінші сұрақ: ата-аналармен жұмыс жүргізудің формалары мен әдістерін атаңыз. Екінші сұрақ: ата-аналармен жеке кездесу өткізудің маңызы қандай? Үшінші сұрақ: жалпы жиналыста қандай мәселелер қозғалуға тиісті? Және ата-аналар комитеті қалай құрылады, олардың міндеттерін атап шығыңыз. Жауаптарыңызды WhatsApp желісіне жіберіңіздер, ал кәнеки сұрақтарға жауап беруге сәттілік. Келесі тапсырмамыз педагогикалық жағдаяттарды шешу. Төменде педагогикалық жағдаяттар көрсетілген, олардың да жауаптарын өзіңіздің пікірлеріңізді WhatsApp желісіне жіберіңіздер. Ал кәнеки орындаңыздар. Ал үй тапсырмасы келесі: бүгінгі алған білімдерімізді толықтырамыз, оқимыз және деңгейлік тапсырмаларды орындаймыз. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздан алған әсерімізді белгілейік. Қол сигналы әдісін пайдалана отырып белгілеңіздер. Ал үй тапсырмаларының жауаптарын білім KZ ақпараттық жүйесіне жүктеңіз. Экранда көріп тұрғандарыңыздай қосымша пайдалануға арналған ресурстар дайындадым. Демек, оқулықтар мен электрондық оқулықтар пайдалануға болады. Ал бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.